Салат с авокадом и с персиком. Жасыл түстес және видеодағындай түстес салатный листьяларды аламыз. Қалай сатып алдық, солай қолдануымыз керек, себебі тез бұзылады. Әр қайсысын осылай жұлып аламыз да, әр жапырағын жеке-жеке салқын суда жуып аламыз. Осылай жуып аламыз. Рукколаны мен дайынын алдым. Бір бумада болады. Кейбіреу осылай жұлып саластыра. Менікі дайын. Бір ыдысқа салып, салқын суда 2-3 рет шайып аламыз. Салатқа керекті заттар: брынза, sweet chili соусы, консервадағы персик және авокадо, кішкентай черри қызанақтары, салатный листья, руккола. Осыларды барлығын дайындаймыз. Бірінші авокадоны жуып аламыз. 2-ге бөлеміз. Осы жерде менің жолдасым көмектесті. Авокадо негізі жұмсақ болу керек, сонда піскені деп саналады. Осылай мінекей видеодағындай кесемізде тіліп ішінен аламыз. Сырты керек емес. Бір шетіне қоямыз тәрелкенің. Консервадағы персикті алып, видеодағындай ұзынша етіп тураймыз. Авокадоны үстіне қоямыз әдемілеп. Брынзаны 4 бұрышты етіп тураймыз. Кішкентай черри қызанақтарын жуып 2-ге бөлеміз. Бір ыдысқа руккола жапырақтарын саламыз және салатный листьяларды қолымызбен үзіп саламыз. Sweet chili соусын құямыз. Жақсылап араластырып, тәрелкеміздің бос шетіне саламыз. Sweet chili соусын құямыз. Черри қызанақтары мен брынзаны қойып шығамыз.